25 мамырда Қазақстанның барлық мектептерінде онлайн режимде соңғы қоңыраулар өтті. Оқу жылының аяқталуына ұштастырылған бұл шараның жаңа форматы коронавирус пандемиясы үшін ендірілген. Дәстүрлі соңғы қоңыраудан биыл оқушылар мен педагогтардың қауіпсіздігі мақсатында бас тартты. 20 мамыр күні Қазақстанның білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов оқу жылының аяқталуына орай мерекелеудің жаңа форматының ендірілуі туралы хабарлады. Ал 25 мамырда республикалық телеарналардың эфирінде білім министрлігі басшысының құттықтауы жолданды. Дорогие школьники, уважаемые коллеги, родители и выпускники. Қымбатты оқушылар, құрметті ата-аналар, әріптестер және түлектер. Барлығымыз үшін биыл 25 мамыр ерекше форматта өтті. Пандемия өмірімізге өзгертулер ендірді. Биылғы оқу жылы 4 миллионнан астам оқушылардың қашықтықтан оқуға көшуімен есте қалды. Қысқа мерзімде әрқайсыларыңыз өз жұмыстарыңыздың құрылысын қайта өзгерте алдыңыздар. Оның нәтижесі ұстаздардың, ата-аналардың және әрине оқушылардың еңбектері. Бүгін мен әрқайсыңызға жүгінгім келіп тұр. Жақсы нәтижені ерекше жағдайда көрсете білген батырларға. Ұстаздарға алғыс білдіру үшін тіпті сөзім жетпейді. Әрқайсысы қалыпсыз жағдайда білім беруге атсалысты. Өзінің биігісін, оқушыларды үйретуін орындады. Сіздердің жинақылықтарыңыздың арқасында тарихта бұрын соңды болмаған жағдайда 4-ші тоқсанда қашықтықтан білім алынды. Өз баласына демеу бола алған ата-аналарға да алғыс айтамын. Сіздердің балаларыңыз үйден білім алу үшін жасаған жағдайларыңыз қашықтықтан оқытудың маңызды шартына айналды. Иә, сын көп айтылды. Әйтсе де, оларға сіздер түсіністікпен, кей кезде тіпті әзілмен қарадыңыздар. Ол үшін сіздерге үлкен алғыс. Ерекше алғыс біздің оқушыларға. Сіздер ересектермен бірге мүддені бөлісіп, білімге қызығушылықтарыңызды жоғалтпай, жақсы нәтиже көрсете алдыңыздар. Бұл шынымен де ересектердің ісі. Оған қарап, жемісті ұрпақ туралы айтуға болады. 2020 жылдың түлектеріне жүгінгім келеді. Мектеп, колледж, жоғарғы оқу орнын бітіретін түлектерге. Әр түлек үміт әрі мақтаныш. Әркім армандайды, әрі ол армандарда тамаша болашақ. Ол арманда сіздер керемет ғалым, бизнесмен немесе жай ғана тамаша адам боласыздар. Көру, сынап көру жаңа заманның сөзі. Өз мүмкіндігіңізді қашан алатыныңызды білмейсіз. Тек мыңдаған сынақтар жүздеген мүмкіндікке татиды. Және тек сол сынақтардан өтіп қана арманға жетуге болады. Мен өз басым, тырысу, берілмеу деген қаншалық маңызды екенін білемін. Мектеп бітіргеннен соң мен бірден грантқа түсе алмадым. Мұндай жағдай болады, әрі оның еш ұяттығы жоқ. Менің алдымда таңдау тұрды. Ақылы білім алу немесе тағы бір жыл тиянақты дайындалу. Сол кезде мен бір жыл дайындыққа бел будым. Бір жыл тиянақты дайындалып, грантқа түстім. Алда ұбыт. Бұл өмірлеріңізде тапсыратын ең жеңіл емтихан. Одан қорықпаңыздар. Айналадағылар ол қиын, ол қолыңнан келмейді. Барлығы саған қарсы десе де естеріңізде болсын. Төзім, күнделікті еңбек, өз мақсатыңды айқын көру міндетті түрде өз нәтижесін береді. Ал нәтиже өзі келмейді, ол қателіктермен бірге келеді. Бала кезден, мектеп шағынан бізге сәтті адам қателеспейді деп үйреткен. Әркімнің қателесуге хақы бар. Одан сабақ аласыздар. Құрметті түлектер, қателесуден қорықпаңыздар. Қайта бастаудан да. Сіздер айрықша түлексіздер. Әрқайсыңыз керемет тәжірибе алып, сабақ алдыңыздар деп, келешекте әлемді сәл жақсартасыздар деп сенемін. Біз сіздердің жетістіктеріңізді, табуларыңызды күтеміз. Сіздер қазір армандайтын, батыл қадам жасайтын жастасыздар. Осынау маңызды уақытта сіздер үшін басты бағдар болатын адалдық, әділдік, махаббат, ұяңдылық, мейірімділік пен батылдық. Сіздерге сәттілік серік болсын. Армандарыңызға жетіңіздер, құндылықтарыңызды естен шығармаңыздар. Мерекелеріңізбен.